أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті бауырлар. Күндердің сұлтаны қасиетті жұма күні мүбарак болсын иншалла. Алыстан жақыннан келген қадамдарымызды Алла Тағала сауаптан жазып, өткен жұма мен осы жұманың арасындағы істеген қате күнәларымыз болса, Алла Тағала өз ғафур сипатымен кешірген болсын иншалла. Бүгінгі қасиетті жұма намазының алдындағы айтылатын уағыз насихатымыздың тақырыбы ақ неке екі дүниенің бақытқа жетелейді деген осы неке жайында болады. Құрметті бауырлар, осы өмірде Алла Субхана ва Тағала көптеген өзінің жаратқан жаратылыстары бар. Соның ішіндегі бүткіл жаратылыс ол адамзат үшін жаратылды. Осы адамды Алла Субхана ва Тағала ер адам және әйел адам қылып, осы жаратылыстарын екі түрлі қылып жаратты. Бұл жайында Алла Субхана Құран кәрімде «Я юханнас инна хулақнакум мин закари ва унса». Ей адамдар, сендерді еркектер және әйелдер қылып жараттым дейді Алла Субхана ва Тағала. «Ва жаалнакум шууба ва қабайла литаарафу инна акрамакум индаллахи атқакум инналлаху алимун хабир». Және сендерді түрлі ұлтқа, ұлысқа бөліп тастадым, сендер бір-бірлеріңді тануларың үшін. Расында сендердің Алланың алдындағы жоғарғы деңгейге жететіндерің ол тақуаларың деп Алла Субхана ва Тағала осы аятта ескертті. Осы өмірде демек ер адам және әйел адам болып осы қоғамды құрайды екен. Қоғамда осында екі адам бар. Құрметті бауырлар, осы некелесу бұл ислам дінімізде өсе жақсы көрінген, қызықтырылған амалдардың бірі, және некелесу арқылы осы ұрпақ келесі ұрпаққа жалғасып, өмір жалғасады. Егер некелеспейтін болса, онда ғұламалар айтады, сондай бір қауымдар болған уақытысында өте күшті, өздерінің уақыттарында өте дамыған адамдар еді. Бірақ олар некелеспегеннің кесірінен олардың ұрпақтары жойылып кетті. Көбеймейді екен. Некелеспеген адамдардың ұрпағы болмайды дейді. Ал ақ некеге отырып, Алланың уәдесін алып, шариғаттың шеңберімен некелескен кезде Алла Тағала олардың сол некесіне берекет береді. Олардың салиқалы ұрпақтар дүниеге келеді. Ол ұрпақтарында ұрпақтар дүниеге келеді. Осындай ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы үшін осы некелесу мәселесін Алла Тағала және пайғамбарымыз бізге осыны қатты өсиет ететін аяттар бар, хадистер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде «Я махшар шабаб, ман истатаа минкум албата фалятазавваж». Ей жас бойдақ жігіттер, немесе бойдақ қыз балалар, сендер шамаларын жеткен, яғни балағат жасқа толып, шамаларын келген сәттен бастап үйленіңдер дейді. Бойдақ жігіттерге үйленіңдер деп жатыр, бойдақ қыздарға тұрмысқа шығыңдар деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Өйткені ол үйлену арқылы сендер көздеріңді жаманшылықтан тосасыңдар, үйлену арқылы. Және үйлену арқылы мынау зina атаудан, күнәдан тыйылуға ол үлкен бір сендерге күш болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы жас бойдақтарға үйлену жайында пайғамбарымыз хабар берді. Құрметті бауырлар, бәріміз інілеріміз бар, қарындастарымыз бар, ағалық ретінде айтамыз, оқуыңды бітірдің, жұмысқа орналастыңға үйленсейші енді. Енді жүре берместен ана ата келін жұмсасында үйленсейші деп ауызбен айту оңай негізінде. Бәріміз осы ақылы айта береміз. Бірақ Құран кәрімде Алла Субхана ва Тағала жақсы сөйлегендер деп айтпайды. Айтпаған, жақсы амал істейтіндер, амалин салих. Жақсы амал істейтіндер деп Алла Тағала бірнеше аятта осында ескертеді. Бауырлар, сол інілеріміз бәрімізде студент болдық, ондай жастық шақтан өтті, қиыншылықтар болады. Біздер ағалық ретінде оларға да көмектесу деген мәселе бар. Ағалық ретінде сол ініміздің құлағын бұрап, ақыл айта берместен амалға өту керек. Сізге айта алмай жүрген жақтары болуы мүмкін. Барып, кәдімгідей әлеуметтік жағынан болсын, басқа жағынан болсын, сөз жәрдем болсын, кірісіп, сол інілерімізді үйлендіруіміз керек, бауырлар. Себебі не? Қазақта жақсы сөз бар, ағасы бардың жағасы бар. Бірақ ол сөзді үйленсейші деген сөзді сырттағы біреуді айта береді ол. Ол айту өте жеңіл. Бірақ амалға келген кезде, құрметті бауырлар, сол ағайын туыс ретінде, ағалық ретінде біздер көмектесуіміз керек.
Мынау садақаның ең абзалы, пайғамбар айтады, отбасыларыңа жасаған садақаларың дейді. Садақаның ең абзалы өзінің ағайын туысына көмектескен садақа болып есептелінеді. Сол інілерімізге, қарындастарымызға, құрметті ағалар, құрметті бауырлар, біздер қолдау көрсетуіміз керек. Олар да осы өмірге деген, мына отбасылық өмірге сіңілісіп, тез жолын тауып кету үшін біздер қолдау көрсетуіміз керек. Бірақ сөзге келген кезде олар ұрсай беріп, ондай керек емес. Бәлкім оларды қолдау керек, сөз жағынан да, әлеуметтік жағынан да. Себебі қазақта сөз бар, үйлену оңай, отбасы болу қиын дейді. Үйлену оңай деп атқан келеді, бірақ сәтте ол неке қиылады. Сол үшін ғұламалар айтады, үйленуді жеңіл қылып қойған, бірақ талақ мәселесі, айырылысуды өте қиын қылып қойған шариғатымыз. Қиын. Ол бара салып айырылысып кетпейді ешкім. Оның шарттары бар, жолдары бар. Сол басқыштан өтіп, ең соңында мұны екеуі тұру мүмкін емес. Бұларды ажырастырмасақ мүмкін емес дегеннен кейін барып шариғатта рұқсат етіледі, бірақ пайғамбарымыз айтқандай, ол айырылысу Алланың ең жек көретін мәселесі, иблис шайтанның ең жақсы көретін мәселесі дейді. Құрметті бауырлар, демек пайғамбарымыз айтқандай, осы жас жігіттерге, бойдақтарға үйленіңдер деді. Біз де айтып жатырмыз оны, бірақ бұның астында ғұламалар айтқандай қолдау көрсету бар. Қолдаңыздар дейді, оларға көмектесіңіздер. Енді осы некелесетін кезде пайғамбарымыз айтады, сол қыз балаларға ахвахунна мухуран актарухунна барака. Сол балаға, жігітке салмақ салмайтындай жағдайда мәһір өзіне сыйлық сұраған қыз, ол берекелді келін болады екен. Ол берекелді, ақылды қыз екен деп пайғамбарымыз мақтайды. Құрметті бауырлар, кейде біз өзіміз ауырлатып аламыз негізінде. Шариғатымыз бойынша үйлену өте жеңіл. Сондай елді жинап, сондай атақ даңқпен той істеуге шариғатымыз бұйырмайды. Әркім өз шамасы келгенше көселсе болады. Абдурахман ибн Ауф деген пайғамбарымыздың сахабасы, я Расулалла, мен үйлендім деді. Бауырым, құтты болсын, бақытты бол, сен халыққа бір қойын сойып болса да, елді жинап, дұғасын алып қойынды жаса деді. Бір қойды айтты деді пайғамбарымыз. Бірақ кейде қарасақ, бір-бірімізге сондай жарысқа түсіп, жастарымыздың үйлене алмай қалатқанына бір себептер болып жатыр. Себебі досының қалай үйленген тойын көрді, мен де сонда жасауым керек. Демек, оған осынша шығын керек, демек, осынша ақша табуым керек деп, жылды жылға, айды айға ұрып жүрген қаншама інілеріміз бар, бауырлар. Ол шариғатта дұрыс емес. Бәлкім пайғамбарымыз айтып жатыр, балаға жасқа толдың ба, шамаларың келсе үйленіңдер деп жатыр Расулалла. Ол нәрседе өзіміз қиындатпауымыз керек екен, иншалла. Және екінші бір хадисінде ад-дуня мата, мынау дүние нығметтен тұрады деді. Осы өмірімізде Алла субханаху ва тағала көптеген нығметтері бар. Екінші бір аятта Алла тағала Құран кәрімде айтады, сол нығметтерді санайтын болсаңдар, сендер оны санай алмайсыңдар, Алланың нығметтерін дейді. Пайғамбар ад-дуня мин мата, бұл дүние осында нығметтерден тұрады. Ва хайр матаухал мар'a салиха. Бірақ сол нығметтердің ішіндегі ең қайырлысы, ең жақсысы салихалы әйел деп пайғамбарымыз. Салихалы әйел. Оны қазақ тілінде біз текті қыз дейміз. Текті адамның қызы екен, текті ұрпақтан шыққан қыз екен деп айтып жатамыз. Міне, демек, құрметті бауырлар, бәріміз қыз өсіріп жатырмыз, қарындастарымызды тәрбиелеп жатырмыз. Осы қыздың салихалы болуына да біздер үлесімізді қосуымыз керек. Салихалы. Сондай бой жеткендерге, ақыл-есі бүтін мұсылман, иманды жігіт кеп қолын сұраған кезде оны беру керек. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Мұсылман бола тұра, қыздарыңды қолын сұрап келген кезде оған бермейтін болсаңдар, Алладан келетін апатты күте беріңдер дейді пайғамбарымыз. Сол себепті Алладан сенің отбасыңнан қасірет келеді дейді. Неге? Себебі иманды жігіт кез келген адамның қызын ала алады деп айтқан пайғамбар. Мүмкін дүниесімен семен салыстыра алмайтын шығар. Бірақ ол мұсылманның баласы болғандықтан дін мәселесінде оның Алланың алдында оның мәртебесі жоғары, жігіттің дәрежесі. Міне пайғамбарымыз соны айтты. Алдарыңа келіп тұрған мұсылман жігітке қыздарыңды бермейтін болсаңдар, онда Алладан келетін апатты күте беріңдер деді. Бауырлар, осы қоғамда болып жатқан көптеген қылмысқа да кейде біздерде үлесімізді қосып қалмауымыз керек. Ол жігіттің бетін қайтарып үйленбеген екен, қыз бала тұрмысқа шықпағаннан кейін әрине қылмыс көбейеді. Расулалла айтады, 3 нәрсеге асығыңыздар. Уақыты кірген намазды оқуға асығыңдар.
Екіншісі, бой жеткен қызды тұрмысқа беруге асығыңдар. Бұл пайғамбардың өсиеті біздерге. Қыз бала бой жеткеннен кейін оны ертерек тұрмысқа беруге асығыңдар деп жатыр. Қыз баланың жұмысы ол отбасы. Мына өмірде себебі екі адамнан тұрады. Еркектен, әйелден. Ер адамның міндеті, құрметті бауырлар, біздер осы Алланың ризығын, нафақасын табу, іздеп жұмыс істеу. Ал әйел адамның жұмысы отбасылық мәселеде. Ал үшіншісі, адам қайтыс болса, оны ертерек жаназасын шығарып жерлеуге асығыңдар дейді Расулалла. Міне осы өмірдегі нығметтердің ішіндегі ең хайырлысы, ең жақсысы ол пайғамбардың айтқанда салихалы әйел деді. Осы салихалы әйелді шығару, бауырлар, ол үлкен бақыт. Хадисте ер бала қарағанда көптеген қыздарға байланысты хадистер келеді. Кімде Алла тағала осындай 3 қызбен осындай қыз бала берген болса, ол қыз балаларды бой жеттіріп, Алланың танытып, мұсылман жігітке ұзататын болса, оған жәннат уәжіп болады деді пайғамбарымыз соның ата-анасына. Сол кезде бір сахаба тұрып, я Расулалла, 2 қызы болсашы деген еді, 2 қызы бар адамға да үкім сондай деді. Жаңа сахабалар, егер бір қызы болса деп сұрағанымызда пайғамбар иә деп жауап беретінін біз көзінен байқадық Расулалланың дейді. Айтқан жоқ, кімнің 3 ұлы болса, соны үйлендіріп осындай деп айтқан жоқ Расулалла. Қыз баланы айтты. Неге? Себебі ұл бала қарағанда қыз баланың тәрбиесі өте қиын шариатта. Қыз баланың тәрбиесі өте қиын. Міне пайғамбарымыз соны айтты, қыз баланы осы нығметтің ішіндегі ең жақсысы ол салихалы әйел деді. Салихалы әйелді шығара салу қыз баланы тәрбиелеу өте қиын. Бірақ дегенмен де Алланың кітабымен, пайғамбарымыздың хадисімен біз отбасымызды тәрбиелейтін болсақ, ол иншалла жеңіл болады. Алланың көмегі болады сол жерде. Және ұрпақтарымызды сомен кейінгі ұрпаққа жалғастыратын болады иншалла. Акмал муъминин ахсанукум хулуқан ва хиярукум хиярукум линисаихи. Момынның имандарының толық болады сендердің ақылақ мінездеріңмен деді пайғамбарымыз. Ақылақ мінездерінің толық болуларымен имандарың толық болады. Ва хиярукум хиярукум линисаихи. Енді ақылақ мінезі толық, иманы толық болған адам ол жақсы адам. Жақсылардың ішіндегі ең жақсыларың әйелдеріңе жақсы мәміледе болғандарың деп пайғамбар. Әйелдеріңмен жақсы мәміледе болғандарың. Отбасы болғаннан кейін, құрметті бауырлар, сол отбасыға осы ер азаматтар, еркектер біз жауап береміз. Ертең Алланың алдында әр қайсымыз тікемізден тіктіп жауап береміз. Біреудің қызын аманат қылып алғаннан кейін, оған аманатқа қиянат қылуға болмайды. Бәлкім ол аманатты сақтау керек. Оның хаққылары бар, иншалла, оны өтеуіміз керек. Демек, отбасы болғаннан кейін, енді оны отбасы бекем болу үшін, сол ғұламалардың түзген жолы бойынша мынандай басқыштардан өткен кезде, Құдай қаласа, отбасы бекем болады. Отбасы шайқалмайды. Бәлкім сондай үйіған сүттей болып, әдемі болып, ол орнында жалғаса береді. Біріншісі хасанат ния. Мынау жас жігіт пен жас бой жеткен қыз, сол некелесетін кезде екеуінің де ниеті дұрыс болу керек екен, бірінші шарты. Жігіт не үшін үйленіп жатсың десе, көрейін, енді отбасылық жағдайды көрейін. Егер ұнамайтын болса, онда мен одан бас тартамын деген ниет болса, ондай болмайды. Ниет сондай болу керек. Иншалла, осы қызбен Құдай қаласа, менің ортамда өлім ажыратады бізді. Мен осы қызбен Құдай қаласа бақытты ғұмыр кешемін. Алла қаласа, біздің ұрпақтарымыз көп болады деген жақсы ниетпен болу керек. Қыздың да сондай жақсы ниетте болу керек. Осы жігітке мен бойынсынамын. Алла қаласа, мен осыған итаат етем. Осы жігітім менің жәннатым деген жақсы ниетпен болатын болса, бұл осы отбасыға Алла берекет береді екен, және бұлардың некелері баянды болады. Бұл жайында Пайғамбар айтқан, иннамал амалу бинният. Біліңіздер, амалдар ниетке жараса болады. Кім нені ниет етсе, сол ниетіне жараса, амал да сондай болады деді. Екінші шарттарының бірі жахру никах. Некелескеннен кейін оны жариялау деген бар. Неке деген сөздің мағынасы жариялау. Пәленшенің баласы үйленіпті. Ой, машалла, бақытты болсын жастар. Өркендері өссін, ұрпақтары көп болсын деп біздер дұға айтуымыз керек. Пайғамбарымызға дұға айтты. Алла Тағала екеуінің некелеріне берекет берсін деп пайғамбардың дұғасын айтып керек, бауырлар. Бірақ кейін кезде соны естіп те жүрміз, көріп те жүрміз, жасырын неке дегендер бар. Жастар өздері некелесі болады. Жасырын жерлерде, бұл мешіттерде емес әрине. Бір пәтерлерде, бір жерлерде өздері секілді біреулерді шақырып алып,
ол не мешіттің қызметкерлері емес, не діни сауаты жоқ адамдармен. Тіпті өткенде бір жігіт айтады, мен өзімді өзім некемді қиып жібердім деген жігіттерді көрдік. Өзімді өзім некемді қиып алдым дейді. Қалай некемді қиып аласың сен? Деген секілді осындай жайттарда тіркеліп жатыр. Бауырлар, бұл неке ойыншық емес. Пайғамбарымыз имам Тирмизи деген хадисте некені мешітте қиыңдар деген хадис бар. Некені мешітте қиыңдар. Және некені некелесіп болғаннан кейін дабыл қағыңдар. Яғни әшкерелеңдер деп жатыр. Халық ел білсін кімнің үйленгенін. Пәленшенің қызы тұрмысқа шыққан екен, бақытты болсын айналайын, өркені өссін деп ел білу керек халық. Ертең қол ұстасып жүрген кезде мынау не болған мына екеуіне деп айтпауымыз керек. Олар үйленді ғой өткенде, некелері қиылған, сондай ма, бәрекелді деп пайғамбар оны ескертті. Демек хадисте келгендей мешітте қиылсын деп айтты, және ол әшкереленсін деп айтты. Бәрі халық білсін. Осы екі нәрсе табылу керек, бұл пайғамбарымыздың өсиеті бауырлар. Бірақ көшелерде, бір жерлерде неке қиылу ол дұрыс нәрсе емес. Дұрыс нәрсе емес. Және осы жерде қосымша айта кетейін, құрметті бауырлар, мынау елімізде Аллаға шүкір осы қажылыққа барып келетін емін еркін осындай қажылық жасау жолға қойылып келеді. Жылдан жылға Аллаға шүкір Қазақстан мұсылман діни басқармасының төрағасы бас муфтидің бас болуымен осы қажылықтардың бәрін жүйеге келтіріп, әр сол қажылық алып баратын фирмалардың жанына сол жердің имамдарды қосып береді. Сондай миссия құрылып, жерде ғұламалары бар, дәрігерлері бар. Биыл Алла қаласа 3-ші жылы Құдай қаласа осы миссия барады. Соған қарамастан, бірақ мынандай жайттар тіркеліп жатыр. Сол қажылыққа баратын фирмалар, өздерінің қажылыққа алып баратқан кісілердің арасында тұрмысқа шықпаған келіншектер деп айтайықшы, күйеуі жоқ, ағасы жоқ, інісі жоқ, махрамы жоқ адамдарға былай деп айтады екен. Сіздерге қазір ертең харам мешітке барған кезде махрамсыз жүруге болмайды. Сол үшін мына арамызда жігіттер бар, солармен некелеріңізді қазір қиып береміз біз. Сонымен ертең ана харам мешітке барған кезде қол ұстасып, емін еркін құлшылықтарыңызды жасайсыздар. Қажылықтан келгеннен кейін болып қайтадан талақтарыңызды алып береміз. Сонымен екі жақ кете бересіңдер. Бірақ оны бір жігіттер көнсе, екінші бір жігіттер елге келген кезде көнбей жатыр. Жоқ, мен бұл әйелім, бітті, біз некемізді қиып алып, мен талағымды бермеймін деп қашып кетіпті бір жігіт. Бір қыз оның артынан қуып кетіпті. Талағымды бермесең не істейін, онда беретін болсаң не істейін деп қыз жалынып жүрген көрінеді. Құрметті бауырлар, бұл неке ойыншық емес. Сен өзіңнің бизнесің үшін, өзіңнің жолға қойып жатқан өзіңнің сондай жұмысың үшін дінді араластырмаңдар бауырлар. Осы қажылықтың фирмасы жүрген жігіттердің құлақтарының алтын сырға. Сендер діннің маманы емессіңдер. Бұл діннің мамандары Қазақстан мұсылман діни басқармасында отырған азаматтар. Сен өзіңнің жұмысыңды жүргізе бер. Адамдарды жина, анаяқтағы қонақ үйлеріңді ретте, емін еркін жасайтын жолын бәрін жаса. Бірақ діни мәселеде ондай сөз айтпаңдар, Құдайдан қорқыңдар. Ашық айтамын оны. Неге? Себебі сенің аузынан шығып жатқан сөз Алланың пайғамбарының атынан сөйлеп жатсың сен. Ондай емес қой негізінде. Сенің айтып тұрғандай емес. Егер шынымен білімің тас, патуа бергіш болып жатқан болсаң, біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасында ғұламалар кеңесі бар. Сол ғұламалар кеңесіне барып, сөйде столда отырып, мүше болуға шақырамын сол жігіттерді. Шынымен білімің болып жатқан болса, Қазақстан мұсылман діни басқармасына елімізге үлесіңді қос, діни мәселеде көмектесуге шақырамын. Бірақ ондайға шамаң келмейтін болса, тыныш жүруге шақырамын. Мен мұсылман ретінде, бауыр ретінде айтып жатқан өсиетім сол балаларға, жігіттерге, кім болса да. Бауырлар, бұл ойыншық емес. Қажылыққа ондай реклама жасамаңыздар. Сіздер бірыңғай мына жағында жүріңіздер, діни мәселеде жаңа айтылғандай, әрбір фирмаға муфтияттың тағайындалынған сол миссия бар. Ол жерде имамдар жүреді уағыз айтатын. Бірақ оларға айтпастан, бөлектеніп алып, ондай сөз айтпауға шақырамыз. Оның арты неге ұласып жатыр? Жалған неке, біреу некесін алып қашып бара жатыр, екіншісіне бір қызымыз қуып бара жатыр, талағымды бер деді. Бұл не деген масқара? Ертең болашақта осылай кете берсе не болып кетеді? Дін ойыншық емес. Дін Алланың шариғаты, шариғат ол орында тұру керек. Біз өмірімізді шариғатты өмірге емес, өмірімізді шариғатқа жақындатуымыз керек бауырлар. Сол кезде иншалла біз екінерде бақытты боламыз. Және қоса кететін мәселе осыған, мынау неке жариялану деген мәселеден шығып кетті ғой барлық нәрсе. Өткенде бір кісі келіп мәселе көтерді. Ол кісінің айтқан сөзі, қызы бой жеткен,
әйелі сол қызы кішкентай кезінде қайтыс болып кеткен, марқұм әйелі. Сонымен жаңа әкесі әрі қызға әке ретінде, шешесінің орнына шешесі ретінде қызын өсіріп, бой жеткен деңгейге жеткізіпті. Бірақ күндердің күнде жаңа қыз айтқан, мен бір жігітпен таныстым, сол жігітке тұрмысқа шықсам қалай қарайсыздар? Сонымен әкесі, әжелері бәрі ақылдасып, қызым айналайын, біз оған қарсы емеспіз, жігітті шақыр үйге, танысайық, көрсейік, кім баласы ол деп сұрасу деген бар ғой қазақта. Сонымен дастархан жайып, жаңа етін астырып, жаңа ағамыз өзі айтып беріп жатыр. Жігіт келді дейді бір уақытта. Сөйлесіп отырып, сонымен айтып отырып дейді, мына қызым біздің осындай қара көз қызымыз. Бұл қызымыздың осындай жағдайға жеткеніне Аллаға шүкір. Марқұм анасы осы күнді көре алмай кетті. Бірақ қызымды саған бермеймін деп мен айтпаймын. Жастар бір-бірін ұнатқан екесінде біздің қарсылығымыз жоқ оған. Бірақ Алла қаласа ел бар, жұрт бар, біз Құдай қаласа қызымызды ұзатып, кәдімгідей дәстүр бойынша деген екен. Жаңағы бауырымыздың айтқан жауабы, жоқ, аға айып етпеңіз, шариғат бойынша ондай той жасауға болмайды. Ондай тоймен ұзату деген нәрсе жоқ шариғатымызда деп айтты дейді. Кейін жаңағы кісі айтады, бауырым, сен мен дұрыс түсінбей қалдың ғой деймін. Мен сен ойлап тұрғандай андай арақ шараппен харам той істейін деп жатқаным жоқ. Кәдімгі қымыз шұбатымызбен, қазақтың дәстүрлі домбырасымен қызымды ұзатамын мен дегені және қарсы жоқ, аға, ол да болмайды. Айып етпеңіз, шариғат бойынша ондай болмайды. Сол кезде ана кісі ашуын көп, ана жігітті үйден қуып шықтым дейді. Мен тірі болады екен, мына қызды саған бермеймін, түсіндің ба деп, жігітті үйден қуып жібердім деп ашуланып, жаңа кісі келіп мешітте маған жолықты. Аға дедім, сізге рахмет, Алла разы болсын. Сіз дедім, сіз қызыңызды ол жігітке ешқашан бермеңіз дедім. Неге? Себебі ана жігіт салафит жігіт. Ана жігіттің несі салафит. Бауырлар, жақында ғана осы Ақтөбе жағдайын бәріміз жағамыз сататын жағдай болды. Елбасымызға Алла қуат берсін, астын сызып тұрып айтып кетті. Бұл дәстүрлі исламда емес, жүрген жолда насихаттап жүрген салафизм деді. Міне осы салафизмге құрметті бойжеткен қарындастарыма айтарым, ағалық ретінде өзімізге айтарымыз, қыздарыңызды салафит жігіттерге бермеңіздер. Себебі неге? Оларға үйлену да оңай, талақ бере салу да оңай. Қыз баланың өмірін бұзу оларға жеңіл есептейді. Олар өздерінің жеңіл санатын өздерінің сондай ұстасымақтары бар. Дінді мүлдем басқаша түсініп бұрмаланып жатыр олардың көзқарасы бойынша. Сол үшін қыз баланың өмірі ойыншық емес. Бұл қыз баланың абыройы, біз еркектер, біздің абыройымыз олар. Қыз бала бойжеткен, тұрмысқа шыққан екен, тастай батып судай сынып кету керек ол. Бірақ ол 1-2 жылдан кейін 2 баласымен кеп тұрмау керек үйге. Міне, бірақ өкінішке орай сол салафизм ағымында жүрген бауырларымыз өкінішке орай қазір осы деңгейге жеттік, осындай сөз айтатын жағдайға жеттік. Және сол қызға қарындасымыз айтарымыз, намаз оқымаса да қазақтың қара домалақ жігітіне тұрмысқа шығуға шақырамыз. Ол мұсылманның баласы намаз оқымаса да оқиды, Құдай қаласа. Алла қаласа оқиды бір күн. Бірақ анау секілді саған онда иттік өмірді алып келмейді. Бәлкім саған Алла қаласа осы некені түсінетін қазақтың баласы ол. Және сондай қазақтың жігіттеріне айтарым, салафи болып жүрген қыздарды алмаңдар. Ол қыздарды не қазағың дәстүрін мойындамайды, не анау сәлем салуың дұрыс емес, мынауың дұрыс емес деп жүрген бір ақылшы қыздар бар. Ондай қыздарды алмауға шақырамыз. Өзіміздің намаз оқымаса да қазақтың қара домалақ дейміз ба, бойжеткен қызын алуға шақырамыз. Неге? Ол қыз қазақтың дәстүрін біледі, түсінеді барлық нәрсені. Салафи салафиді ала берсін. Құран кәрімде айтқан, зинақор зинақорға үйленеді, мүшрик мүшрикке үйленеді, сондай пасықтар пасықтарға үйленеді деген. Ондай адамдардың жазасын пайғамбар керек болса сәлемдеспестен араласпай қойыңдар деген, халықтың арасында бүлік шығарған адамдарды. Құрметті бауырлар, жаңа айтқандай, біз сонда үлкен дана халықпыз. Біздің осы дінімізді насихаттап келіп жатқан өзіміздің дәстүріміз бар, өзіміздің текті халықпыз. Осы дәстүрімізге бұрмалаған әрбір ағымды біз ашық айтамыз. Ондай жастардан аулақ болуға шақырамыз. Тәубасына келіп, мойындап жатса ол басқа әңгіме. Бірақ сол өзінің сондай салафизм идеологиясында жүреді екен, ондай қызды алмауға шақырамыз. Және қара көз қарындастарымызға ондай жігіттерге тұрмысқа шықпауға шақырамыз. Шықсаң не болады? Шықсаң өмірің бұзылады. 1-2 жылдан кейін жылап мешітке келесің. Имам нетсем болады, үйтсем бола ма, мені қуып жібер, талағын беріп жібер деп не бір жастар мешітке келіп жатыр. Сондай болмау үшін құрметті жастар, осындай мәселені дұрыс түсінуге шақырамыз. Үшінші мәселе, отбасымызда некеміз берік болу үшін кәлиматул тайиба, жақсы сөз айту.
неке қиылғаннан кейін екі жас бір-біріне жақсы сөз айтып жүру керек екен. Пайғамбарымыз бұл хадисте жалпы айтты, сөйлесеңдер жақсы сөз сөйлеңдер деді. Жақсы сөйлей алмайсың ба, үндеме. Үндемеу керек. Демек, ер адамда, әйел адамда жақсы сөз сөйлеуге пайғамбарымыз бұйырды. Отбасы бекем болу үшін аузымыздан жақсы сөз шығу керек екен. Сол кезде отбасы шайқалмайды және ұрыс жанжал болмайды. Одан кейінгі мәселе, ерлі зайыптылар неке қиылған сәттен бастап, ер адамның өзінің атқаратын жұмысы бар, және әйел адамның атқаратын жұмыстары болып екіге бөлінеді. Әркім өзінің істейтін, атқаратын жұмысын білу керек. Бұл жайында Алла Субхана ва Тағала Құран кәрімде былай дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Біліңдер, ер адамдар әйелдерден үстем, билеуші. Демек, Құран кәрімде айтқанда Алла Тағала ер адамдарды, біздерді әйел адамдан үстем қылып жаратқанын айтып жатыр. Ер адам отбасыда ол үстем болу керек, бүткіл мәселеде. Шешім қабылдайтын ер адам болу керек. Және аяттың жалғасында Алла Субхана тағала айтты, ер адамдарды әйел адамдардан қылдым, сондай-ақ олар малдарынан еркектер әйелдерді билеуші, өйткені Алла бір-бірінен артық етті. Еркектер әйелдерді билейді деді. Билейді деген, яғни сол отбасыны басқаратын еркек болады. Өйткені Алла Субхана ва Тағала әйелдер еркектерді бір-біріне осындай қылып жаратты. Сондай-ақ олар малдарынан да пайдаландырады, әйелдерге махар нафақа береді. Нафақаны беретін еркектер екен. Осының астында демек жұмыс істейтін, кәсіппен айналысатын, ақша табатын ол еркектер екен Алла Тағала ашық айтты. Ал енді жақсы әйелдер бой ұсынушылар, әйел адамдардың жұмысын айтып жатыр Алла Тағала, күйеуіне бойынсыну керек деп жатыр. Жақсы әйел деген сөз қосылды бұл жерде. Сен күйеуіңе бойынсынған кезде сен жақсы әйел боласың. Сенің жұмысың жақсы әйел болу керек екен. Қалай жақсы әйел боласың? Күйеуің не айтады, сен соны қолда. Ешқашан қарсы келме. Алла қоруға бұйырған көмескі нәрселерді абыройды қорғаушы, және ол әйел адам, ер адамның сыртта төзде жүрген кезде оның малын, абыройын сақтап жүретін әйел, жақсы әйел сол деді. Сондай-ақ әйелдердің бас тартуларынан сезіктенсеңдер, сонда оларды насихаттаңдар, және оларды төсектерінде тастап қойыңдар. Демек, әйел адам кейде сондай бойынсынбастан, дұрыс емес мәселеге өткен кезде оларға насихат айтыңдар. Біліммен болады әрине, біліммен оларға насихат айтылсын деді. Оған да тоқтамай айтқан болса, онда Алла Тағала айтады, олармен бөлек жатыңдар. Оның спальнясынан шығып кетіп қалды, өзің басқа бөлмеге барып жат дейді. Онымен бір төсекте жатпа деді. Бұл Алланың айтып жатқан сөздері. Неге? Себебі әйел адамға ол нәрсе ауыр тиеді. Күйеуі теріс қарап жатқанның өзі ауыр тиеді оларға. Мүлдем бөлек жатқан оларға өте ауыр тиеді. Сөйтіп ол тәубасына келсін деп жатқаны ғой. Онда алмаса, оларды сабаңдар дейді. Алланың сөзі бұл. Насихаттадың, насихат тыңдамады. Бөлек жатып көрдің, тыңдамай жатыр. Онда да не дейді? Осы аяттың тәпсірінде ғұламалар айтады, әйел адамның денесіне дақ түспейтіндей, синяк түспейтіндей. Сондай мәселеде әйел адамды кішкене тәртіптеу үшін кішкене бір қатты қылып қойға болады дейді. Бірақ не үшін дейді? Тәртіптеу, тәрбиелеу үшін ғана. Өзіңнің дұрыс емес жолыңды соған сіңдіру үшін емес, айтқанды істету үшін емес. Сен насихаттап, сондай басқыстан өтіп келуің керек. Содан кейін бар бұл үшінші жол. Ал егер олар сендерге бойынсынса, онда оларды зиянына бір жол іздемеңдер. Расында Алла өте жоғары, Алла Тағала. Егер ол тәубасына келген екен, оны қайтадан күніге есіне салып тұрмаңдар деп жатыр. Көрдің бе? Бұдан кейін сен сөйтем енді. Ана қамшыны көрдің ғой қайда тұрғанын. Сөйтетін болсаң, сөйтем мен сен деп есіне сала бермеңдер деп жатыр. Болды, ол тәубасына келді ма, есікті жабу керек болды. Мүлдем болмаған секілді, ондай айтылмаған секілді, мына өмірге жақсы жағына оңалып кетіңдер дейді Алла Тағала айтып жатыр. Құрметті бауырлар, бұл Алланың сөзі, бұл Алланың әмірі біздерге. Демек, осы аятта көргенімізде ер адамның өзінің атқаратын жұмысы бар, әйел адамның атқаратын жұмысы бар. Ер адам үстем, Алланың алдында ертең біз жауап береміз. Әйел адамның жұмысы ол ер адамға бойынсыну, ақша табу, отбасын асырау олардың жұмысы емес. Ертең Алланың алдында олар сұралмайды ондай мәселеде. Бәлкім олардың сұралатын мәселесі күйеуінің абыройын сақтау, оның мал дүниесін сақтап жүру, және оған итағат ету деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады:
қайсы бір әйел адам сол өзінің күйеуінің разылығын алған болса, сол күйеуі өлім төсегінде: Алла, мен осы әйеліме разымын, өмірдің қиыншылығында да қуанышында бірге өткіздік, мен оған разымын, сен осыған разы болшы деп өтетін болса дейді, ол әйел адамға жәннаттың 8 есігі ашық тұрады деген, қалағаннан кіреді деген. Неге? Себебі оның осы өмірдегі қызметі сондай болды, ол Алланың бұйрығын орындап, күйеуінің айтқанын істеді. Сол Фирғауынның әйелі Асия анамыз Фирғауындай залым патшаға сөзге келмеген әйел болған. Қазақта жақсы сөз бар: жақсы әйел күйеуінен таяқ жемейді дейді. Сол Фирғауынның әйелі Асия, пайғамбарымыз айтқандай, ең бірінші жәннатқа сол кісі кіреді деді, әйелдердің ішінде. Неге? Фирғауындай залым патшаға итағат еткен сол кісі, еш қарсы келмеген. Алладан дұға қылып сұрап: Алла, осы патшаның жаманшылығынан мен сақтай көр деп дұға қылып, Аллаға тәуекел қылып құлшылық жасап жүре берген. Мұсадай үлкен пайғамбар сол кісінің қолында тәрбиеленді, Асия анамыздың қолында. Демек, әйел адамдар, құрметті сол қарындастарымыз, күйеулеріңізге бойынсыңыздар. Сіздердің күйеулеріңіз ол Фирауын емес, мұсылманның баласы ол қазақтың жігіті. Қалай болғанда да сізге жанашыр иншалла. Және құрметті жігіттер, құрметті бауырлар, бізге де жақсы сөз бар бұл жерде. Әйеліміз қандай қисық болатса да оған сабыр етейік. Оны пайғамбар айтты: әйел адам қисық олар деді, қисық қабырға деген. Оны туралаймын деп күшке салсаңдар, ол сынып кетеді деді. Оны тастап та қоймаңдар, тәрбиелеңдер деп отыр Расулалла. Тәрбиелеу қалай болады? Жаңа жоғарыда айтқандай, біліммен болады, насихатпен болады, жақсы сөзіңмен болады, жақсы мәмілеңмен болады, уәдеде тұруыңмен болады. Сол арқылы оларды осы қалпында ұстайсыңдар деді. Мынау Нух пайғамбар, Лут пайғамбардың әйелдері ондай жаман істеген деректер жоқ, бірақ жаманшылыққа кеткен қауыммен біріккен солар. Нух пайғамбардың мәселесін сол өзінің қауымына барып жеткізіп тұратын. Лут пайғамбардың да әйелі, Лут пайғамбардың айтып жатқан сөздерін қауымына жеткізіп беріп, солардың одақтасы болғанда солардың әйелдері. Бірақ сол Лут пайғамбардан Нух алейхиссаламды біздерге үлкен өсиет, өнеге болып қалдырды. Әйелдерін талақ қылған жоқ солар. Сен сол менің қарсыласып жүрген дұшпандарыңа одақтасып кеттің, сен солардың сөзін сөйлеп жүрсің, кет бар, саған 3 талақты қуып шыққан жоқ үйлерінен. Сабыр етті, ол әйелдерінің жақсы мәмілемен ұстады солар. Осы өмірден осылай өтіп кетті. Міне сол екі пайғамбар бізге өнеге, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда өнеге. Құран кәрімде айтқандай, пайғамбар сендерге барып тұрған өнеге. Осымен аяқтайын сөзімді. Құрметті бауырлар, пайғамбарымыздың да әйелдері жиналып алып пайғамбарымызға сөз сөйлеген кездер болған. Я Расулалла, біздер ағайын туыстарымыз секілді, көршілеріміз секілді, бізде айқын жарқын мына дүниені белшесіне батып жүргіміз келеді біздің де. Біздің мынандайымыз жоқ, дүниеміз жоқ деп айтқан кезде пайғамбар үнсіз қалып кетті, сөйлей алмай қалды. Ақиқатында пайғамбардың үйінде ондай дүние жоқ, бірақ пайғамбарда жоқ нәрсені олар талап етті. Сол кезде пайғамбарымызды ақтап, Алла Тағала өзі пайғамбарын мақтап шықты. Аят түсті пайғамбарға: пайғамбарым, сен ондай көңілің босамасын. Ол әйелдерің айт деді, егер оларға дүние керек болса, бәрін жіберіп кетсін деді. Егер оларға ақырет керек болса, оларға айт сабыр етсін деді. Алла пайғамбар керек болса, оларға айт сабыр етсін деді. Айша анамыз: я Расул, мен сізбен бірге боламын деді. Айша анамыздың екінші бір әйелі қосылды, сөйтіп бәрі қалып кетті. Пайғамбарымыздың өзіне осындай сөздер айтылды, бауырлар. Демек, жаңа айтылғандай, әйел адамға сондай сөз айтты екен деп, отбасы шайқалмасын дегеніміз ғой. Әйел адамдар айтады, кейін қайттан сөзінен қайтады, қайттан айтады, сөзінен қайтады. Пайғамбарға да айтты, қайтты сөзінен. Міне осылай мәміледе ұстайтын болсақ, иншалла, Алла субхана ва тағала отбасымызды берек етеді екен. Алла субхана ва тағала елімізді, халқымызды аман етсін. Мынау некелесе алмай жүрген жастарымызға Алла Тағала салиқалы қыздарды нәсіп етсін. Қарындастарымызға салиқалы жігіттерді нәсіп етсін, тақуа жігіттерді. Отбасы құрған баршамыздың Алла Тағала некелерімізді баянды етсін. Дүниеге келген артымызда келе жатқан ұрпақтарымызды иманды, ибалы, салиқалы, ұятты ұрпақ болуларын Алла Тағала нәсіп етсін. Ва ахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин бирахматика я архамар рахим.